Опа, біреу келді ғой. Мынау кім тағы да? Мына бағанағы маньяк қой да. Аха, мен сенің көтіңді айрам бар ғой. Маған келіп тұрсың ба? Қазір. Сен ба менің мысығымды ұрлап кеткен? Open the doors, keep the doors closed дейді. Так, есікті ашпаймын. Есікті аш дейді маған. Қай кетіп батырын ой? Қаш! Бәріне сәлем достар, бүгін қош келдіңіздер. Бүгін Рамазан, бүгін біздер хоррор ойынды ойнауды жалғастыратын боламыз. Яғни бұл бізде инди хоррор He Followed Me деп аталады. Короче, көрейік қандай ойын екен. Жалпы бұрын соны ойнап жүрген хоррор ойындарымызды білетін шығарсыздар. Тура сондай. Ошым кеттік, плейді басу арқылы біздер ойынды басайтын боламыз. Ал ехала көрейік, қорқынышты ма, қорқынышты емес па? Так, бізде мінекей ойын басталды. Бұл бізде ағылшынша ойын, сразу айта кетейін. Мен ағылшынша түсінбеймін, білмеймін. Опа, мысық. Жаным, түрін қара. Так, біздер тұрамыза space дейді. Енді space, x дейтін, next дейтін сөздерді ғанақ білеміз, go дейтін. Ал арғарай шарт етпеймін да ағылшынша. Примерно базовый сөздерді ғана білем. Так, ошым, бұл біздің үй да получается. Ал ехала кеттік, сыртқа қарай шығатын боламыз біздер. Так, үйім дейтін кәдімгідей. Керемет сияқты ғой, байдың баласы сияқтымын ғой что-то, я? Мынау бізде что за комната? Склад, түсінікті. Мынау бізде походу. Мынау наяқтан шығамаймыз, значит. Сонда мынау бізде далаға шығатын есік болып тұр ғой да? Мынау біздің спальный. Так, should make something eat дейді. Короче, тамақ жегісі келіп тұрген. Онда тамақ жегісі келсе, холодильникті ашатын боламыз. Так. Ага. Так. Көрдіңдер ма, мен примерно түсініп тұрмын. Тамақ жеу керек деп тұр ғой. Тамақ жеу керек. Так, енді не аламыз? Тоқтай, тағыда бір бәле алу керек қой. Құр жұмыртқаны өзің жарып бейт жарсың, бір тоз бір бәле қоспайсың ба не? Міне тұр екен ғой. Бәсе. Подсказка бар екен, оказывается. Айтпақшы достар, минуттерде лайктарды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қараңдаршы, қандай керемет ойын. Мынау қазір күндіз болып тұрған түн болады ғой сол кезде. Ойбай, бүкіл қорқынышты нәрселердің бәрі басады. Ол үшін жұмыртқа дайын болғанша біздер күте тұрамыз. Ал сендер болсаңдар, минуттерде комментарияға өздерің керемет пікірлеріңді жазуды ұмытпаңыздар. Жігіттер араларында спорт, футболға, немесе киберспорт, КС турнир ойындарынан қызығатындар болса, сіздерді Brix компаниясы күтіп тұр. Яғни менің Brix Roma кезет промокодына кірсеңіздер, сіздерге алғашқы депозитке 600 000 теңгеге дейін бонус беретін болады. Сілтемесі закрепленный комментарияда. Бұл компанияны мен осы салаға қызығатындарға ғана ұсынамын, ал сүйікті командана жанкүйер бол. Опа, мінекей бізде жұмыртқа дайын болыпты и давайте мына сэндвичті жеп алатын боламыз. Біз вроде жұмыртқа істеген сияқты едік. При чем тут сэндвич? Сэндвич істеген жоқпын ғой мен. Тағы жейсің ба? Тағы жейді екен. Че там жігіттер жалпы не хабар болып жатыр? Не жаңалық су? Артынан бәсе су ішетіндей бар екен енді. Әйтпесе су ішпесең жүйіліп қаласың ғой. Так, кетіп па тұрамыз енді? Или тағы да су ішесің ба? Мысығым бар екен ғой. Мысығым бар екен, вообще ұмытып кеттім ғой. Кәз, саған корм берейін ба? Мысығыма да тамақ беру керек шығар, может. I should grab food from the strike room дейді. Так, примерно түсінген сияқтымын. Кошачий корм бізде үйдің артында деп тұр, я? Сонда бізге далаға шығу керек. Ну, база ғой, бұл база. Уже қаншама хоррор ойнап тастадық. Тамақтар бердік, иттерге де, мысыққа да. И ол үйдің артында бір бәледе сір бәле деген бір подсказкалер болушы еді. Кладовкада екен ғой мискасы. Мінекей, кет корм деп тұр. Давайте берейік мұнаған, мискасына салып беретін боламыз. Кәз, күте тұр. Жаным, мурка. Жей ғой. Қазір бүкіл кипиштің бәрі басады, үйге біреу келеді дегенде. Нау чо за корм? Кенти ис дейді. Тоже какой-то кормның бір түрі ғой деймін. I have to take quick shower and get dressed. Походу бізге туалетке бар деп тұрған сияқты ғой. Туалеттен бір бәле істейтін сияқтымыз. Туалетке отырған кеп тұр ма? Все. Тышып алдық, қолымызды жу жүрегенді жақсылап тұрып. Так, айна істемейді да, получается. Айнадан өзімізді көре алмаймыз. Еще душқа түсесің ба? Базар. Так, все, душқа шомылып болдық. Прикинь, жақтан шығамайым.
Маған тағы бір бәле істеп тұр ғой. Не істеп тұр? Қолымызды сүртеміз ба еще? Енші қаламыз ба? Енші қалады екенбіз. Так, что там, мысық? Шайын дедің ба сенде? Ойнағың келді ма? Так, бізге жазып атыр. Hey, reminder that your shift starts сағат 8-де. Күндізгі 8-де, в общем, бір бәле істе деп тұр. See you sun деп тұр. Ұйықта деп тұр ма? Сонда бір бәле деп тұр ғой. Или ұйықтама деп тұр ма? Түсініксіз, короче. Енді ағылшынша білмесең осы үшін. Так, машинамен бір жаққа бару керек шығар, может, да? Машинаға отыра аламыз ба? Жоқ. I've get the key да, кілт жоқ дейді. Міне машинаның кілті. Все, алдым. Короче, бізге сонда получается бір жерге бар деп тұр ғой. Түсінікті. Кеттік, машинаға отыратын боламыз. Ал ехала бір жерге барып келейік ал. Қай жаққа баратын білмеймін. Бірақ көреміз қазір алдағы уақытта. Машинаның мен айдап батын прикинь. Что за машина, ну? Логотипі дымыда жоқ. Короче, супермаркетке барады екенбіз. Супермаркеттен бір бәле алу керек деп тұр ғой бізге. Да. Кеттік ал, шайк. Ал келдік. Музыканың дауысы қатты шығып кетті ғой, что-то, Неге ондай болды екен? Жай ойнашы музыканы. Ох ты. Что там, бауырым? Няқа отырайын ба или что? Не істеу керек? Туалетке барам балды мен. Тағы да туалетке барам ба не? Жуа бермейді шығарсың қолымды. Немене бәле? Қайта жуа береді. Туалет. Қуама натуре. Наоборот емес па негізі бірінші туалетке отырып, одан кейін қол жуу керек сияқты еді ғой. Hey, morning дейді. Қалайсың деп жатыр. Короче, жейсің ба? Бір бәле десір бәле. Мен яқта жұмыс істеймін ба? Еба, база жоқ. Прикинь, мен пиццерияда жұмыс істейді екен ғой, оказывается. Нифига себе. Так, енді мен кесеміз ба? Жоқ. Андайларды қосады екенбіз ғой. Сағат 8-де маған неде бол депті ғой, получается. Пицца жұмыста бол деді. Түсінікті. Мен сағат 8-де ұйықтайын ба деп ойлап қасам. Ал кеттік ал. Пиццаны пісіретін боламыз. Осында пицца жесең, кайф шығар дәмі. Итальянский пицца мұны кәдімгідей. Так, пицца пісіп жатыр пока что. Енді не сен салайын ба? Өзің саласың ба? Клиент келді ғой мінекей. Қош келдіңіз біздің пиццерияға. Что там, не жейсіз бауырым? Hey, you picnic up. Так, короче, пицца жейм деп тұр ғой, соған қарағанда. Наны берем ба? Давай. Чек шықты бізде. Чекті алып алайық. Заказын чектер ғой. Так, бір пицца тағы дайында деп тұр бізге. Пепперони пицца дейді. Получается, біздер қазір колбасамен дайындайтын боламыз ғой. Колбаса қайсыз бізде? Колбаса көріп тұрған жоқпын. Мынау ма колбаса? Так, одан кейін мынандай қосады екенбіз. Мынаны аламыз қолымызға. Или тағы не қосамыз? Сыр қосады екенбіз ғой еще. Так, енді мынаны аламыз. Или тағы да бір бәле қосамыз. Немене бәле қоса береміз ба? 4 түрлі нәрсе қосып тастадық қой дағын уже. Болған шығар? Бәсе. Кеттік мынандай не енді. Өзін аласың ба? Давай. Мен салайыншы енді бұл жолы. Мен салсам бола ма? Болмай ма не? Тағы бір адам келатыр. Примерно пиццасын беру керек болғанда. Кәс. Что там, бауырым? Саған пицца керек па? Түсінікті. Отырып жүрсеңдерші лучше. Сол кезде ыстықтай болады. Зачем үйіне алып кетіп, суп кетіп жегенше. Ойландаршы. Адам келе берсе, хоррор емес бір пицца жұмыс симулятор болып кетсе, сөйтсе. Так, в общем, don't decapper again дейді. Чекті алып алатын боламыз. Тағы да дайындаймыз. Надоел, немене пицца симулятор болып кетпен натуре. Натуре пицца симулятор болып кеткен сияқты. Біз хоррор ойнауға емес, пицца дайындауға келген сияқтымыз. Болды, соңғы пицца, в общем, бұдан кейін дайындамаймын. Шашадым мен пицца дайындап уже. Пицца дайындау үшін келген жоқпын мен ойынға. Түсіндің ба? Қараш, маған қараш. Сонда бұл не жұмыс жасайды бұл өзі вообще? Маған только қаптап көмектеседі, болды ма? Мен дайындайды екен, бұл типа неқта тұрады да пиццаны орай салады екен.
Не заказ қабылдамайды. Клиенттер еще сразу келеді екен да, иә? Бір кешігу деген жоқ па сендерде бір біздің қазекендер сияқты? Я, түсінікті, я. Мә. Все, құры. Давай. 7-ден 45 кетті дейді. Кешкі 7 болды уже бізде, прикинь, сағат. Охо. Тышып алдық қой. Кетті, қол жуып алайық енді. Музыка дейтін бізде қатты ойнап жатыр құлағымызда. Французский музыка ойнап отыр ғой, итальяно болып отыр ғой, итальяно. Йо-майо, адам дейтін тола ғой. Жігіттер, қалайсыңдар? Нормально ма бәрі? Жақсы ма? Ұнап жатыр ма? Bir бәле деп жатыр. Тағы пицца заказ бергісі отыр ғой деймін, соған қарағанда ше. Көрейікші қазір, может пицца жасайтын шығармыз тағы да. Жоқ, пицца жасамайды екенбіз. Болды, осымен. Пайди болды, жасамаймыз. Или үйге кету керек маған ше. Все, давай, Джордж, мен үйге кеттім. Қайтайын мен бүгіндікке сменім бітті ғой деймін. Hey дейді. Не болды? This is right. Didn't ask for this. No, didn't choose. No, I don't. Бір бәле. Короче, ебать, не болып кетті? Ерегісіп қалды ма не? А, жоқ. Everything okay дейді. Саған сенде бәрі жақсы ма дейді. Иә, жақсы, нормально бәрі. Так, бізге, короче, бір бәле істесін деп тұр. А, чек шықты ғой мінекей. Тағы бір пицца ма, надоел. Анау примерно маған пицца ұнамады, маған басқасын дайындап бер деді. Мен типа дайындамайым дедім, сөйтіп ерегісіп қалдық. Мен жарайды дайындап берем дедім, содан кейін бір басылды ма, сонда бір бәле болды негізінде ше. Так, болды ма? Қараш. Ебанутый пицца дайындап беріп отырмын мен аған. Андай аз қостым да, бір 2-ақ нәрсе қостым. Айтпесе бағанадан бері басқаларға күштілеп дайындап жатқан сияқты едім. Пиццасын алып бер. Қазір ана пиццасын берейік. Айтпесе жылап жатыр анау. Клиент келді ғой бізге. Салам. Все, мә. Адайлы, біте ма пиццалар өзі? Давай. Тағы да заказ келді ма? Не ағылды? Адайыл, ёптыгдік. Айттым ғона, пицца симулятор какой-то, мен хоррор ойынға келген жоқпын. Все, колбаса қостым, соңғысын енді бұны тоже пешке лақтырайық ал. Болды, осымен бітті ау, по идее. Теста бітті ғой, уже болды, қалмады ешқандай. Походу, одан кейін ешкім заказ бермейтін сияқты. Чо там, бауырым? Пицца жеуге келдің ба? Иә, мә. Все, жоғал. Бітті ау, әйтеуір сменамыз. Сағат 12:00 болды. Күндізгі ма или түнгі ма анау? Непонятно ше сол жағы. М дейтіндер. Так, түн болды, иә. Жабылыпты ғой. Сонда ең соңғы мен шығам ба не? Нифига себе. Қазір бүкіл хоррордың бәрі басады үйге барған кезде. Ё-майо. Қазір примерно үйге барғанда көтіміз айырайын деп тұр ғой монстрлар. Дала болса бізде қап-қараңғы. Жел болып жатыр ғой деймін, бір желдің дауысы шығып жатыр. Ал жігіттер, лайктарыңды басып, комменттерге керемет пікірлеріңді жазуды ұмытпаңдар. Біздер қақай өтіп бара жатқанымызды білмейміз, бірақ әйтеуір бір жерге кетіп жатыр. Машинаның дауысын жайлатып қойса бір зор болушы еді негізінде. Қатты шығады екен енді прям. Біз, короче, бір какой-то бір отель, мини-городқа келдік. Қараңдар. Так, осы жерге қояды екенбіз машинаны. Болды ма, осы жер ма? Или бұл жер емес па? Жоқ, мен үй жағым ғой. Мен ойлап қоям, бір қаяққа келдім деп бәсе. Сюжет бойынша үйге келу керек сияқты. Все. Кеттік ал, үйдің ішіне кірейік ал. Чо там? Ебать, үйім ашық тұрма не? Есік жаппай кеттіппін ғой мен примерно. Мысық қалай, үй нормаль ма бәрі? Бізге гаража кіру керек, или чо? Свет қосу керек екен ғой. I hit a shower дейді. Қолымызды жуып алайық. Еще туалетке отырасың ба? Сен туалетке отыра береді екенсің кәдімгідей. Шомыламыз, одан кейін сүртінеміз, одан кейін ұйықтаймыз. Ұйықтап отқан кезде бізді, короче, біреу шошытады, біреу оят жібереді, үйге біреу келеді. База ол, база. 12:27 дейді. Көрейік ал, не болатын. Так, мен телевизор қарап жатырмын примерно. Мысығыммен бірге. Escape open iPhone дейді.
Еще сен пицца заказ бергің келіп тұр ма? Еще пиццерияда жұмыс істеп, үйіне алып кетсем болатын еді ғой. Так, қандай пицца заказ береміз дақтан? Болды ма? Заказ бердік па? Походу, заказ бердік о. Тез келе ме екен қазір көрейік. Примерно курьер көтіміз айтып біздің, не? Түсінікті. Біреу келді. Курьер. Әне, курьер келді. Пиццамыз алып келеді. О, кеттік. Бар, пиццамыз алып қайтайық ал. Hello, everybody here? Everybody here деген не сөз еді өзі? Көп естимін сол сөз ше. Чё там? Hey! Tyson, right? Рик. Давай. You are sell set? Yeah, давай. В общем, рахмет, бір бәле. Nothing better than eating and watching something дейді. Так, в общем, примерно телевизор көріп жеймін деп тұр ғой. Жаман емес. Мен де жейін онда. Отырақ жеймін ба мен де? Күшсін ай. Ебать, шели до конца жемейді жасын пиццаны. Мен өзім болдым жеп. Хотя бы ертеңге алдырса, ертең азында жұмысқа кететін кезде жейсің ғой, жылтып. Fine, give me sec, get dressed. Let's go, bet see you outside дейді. Короче, бізге біреу жазып жатыр. Хуй, не үшін жазып жатқанын білмеймін. Оппа, үй жаққа біреу келді. Қараңдар. Курьер емес па бағандағы? Түнгі 1-ден 3 кетті. Ал көрейік ал. Бізге келіп тұрген ғой дос баламыз. Бағанаға бірге пиццада істеген дос бала ғой деймін, походу, я? Бро, шошытқан жоқ мені. Шошмай қалғансың ғой. Relax man, it's you, just me. Чо там? Сен мен досымсың ба? Өйтіп шошпасайсың? Бірақ шошыған жоқ мен. Маған за рулем отыр деп тұр ма, типа? Или чо? Жо, за рулем біреу бар ғой уже. Маған сонда артына отыр дей ма? Нифига себе. Қаяққа баратыр ғой? Just my still going. Блин, ойынның оршасы болғанда тема болып жетші. Опа, біз қаяққа келдік. Какой-то бір қалаға келдік, е? Бағанағы біздікі мини-городок болса, большой город болып тұр ғой, получается. Охо, қаяққа келдік, е? Полицейский участокке бір жерге келдік қой. Чо там? Короче, маған сходи деп тұр ғой. Барып кеш дейді. Қай жақ мынау? Мынау не? Кафе? Клуб па мынау? Бар ғой мынау почти, да? Пивашкелерің келді ма? Чечил мен, е? Так. Кеттік. Не заказ береміз өзі? Чо там, пиво ішеміз ба дейді? Жоқ, мен ішпеймін. Мен ішем оға деймін дейді. Сен ішсі бауырым дейді. Мен де ішейін деп жатырмын. Ішсі сен де дейді. Мені көндіріп жатыр, короче, пивоға. Мен жоқ деп жатырмын. Ішкім келмейді мен жігіттер. Бірақ сюжет бойынша мен көндім да, типа. Ішем деп айтыппын. Сіздер пиво қалайсыздар ма? Иә, біз пиво ішеміз. Маған Прага керек. Прага бітіп қалды. Миллер бар. Окей? Иә. Қазір алып келеді. Уайымдамаңдар жігіттер, қазір Прага емес, Миллер алып келеді. Миллер жақсы негізінде, мен ішіп көргем. Миллер келеді қазір. I'm sorry жігіттер, I'm sorry. Иә. Шай деген ғой, шай. Мен ішетін бір бәледі, соны пивода ойлап қалыппын да, негізі кофе екен ғой, оказывается. Опа, біреу келе тұр ғой. Мынау біздің досымыз ба? Мына бағанағы ғой пиццадағы. No man, you are good? Just for a minute дейді. 1 минутқа бола ма дейді. Короче, мен семен пиццада елегісіп қалып едім ғой. 1 минутқа далаға шықшы деп жатыр. Мынау кім дейді? Менен сұрап жатыр. Короче, мен айтып отырмын, типа, бля, пиццада ерегісіп қалған мынау деп. Базар жоқ. Сонда не істедік, не қашейін? Кофе ішу үшін келдік па?
жатарда кофе ішкен негізі зиян ғой жігіттер. Екінші рет үйтіп ішпей ақ қояйық. Қайтадан артына отырам. В общем, қайтатын кезде ДТП болады примерно. Сондай бір бәле болайын деп тұр ғой. Ох, үйге келдік па не уже? База жоқ. Бәле жақсы болды сразу үйден шыққам. Әйтпесе жол бойы тағы көрсетіп отыра ма деп ойлап едім. Ох, бля, есік ашық тұр ғой, а? Есік ашық тұра берсін бәле, жабамыз артымыздан. Ал жігіттер, яқала кеттік. Кім бар еді? Үлгі! 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 Кім бар еді? Кім бар еді? Терезеден ешкім қарамай ма? Біз терезеден жауап кішкене етпейміз, а? Бля, басталады бүкіл. 10 болды. 10-нан 40 кетті. Охо, нормально өткіздік па не түнді, прикинь? Нормально өткізіппіз ғой, оказывается. Қалай, Джордж, бәрі жақсы ма? Жұмыс қалай болады? Нормально ма бәрі? Hard, Herida, Medium, Cheese, Large. В общем, бля, зайбы, бүгін тағы да дайындап бер деп отыр ғой бізге. Маргарита, одан кейін сырный дайында дейді, и пепперони керек дейді. А, енді мен қаптаймын ба бұл жолы? База жоқ, база жоқ. Кеттік ал. Давай. Бұл ақша берем ба сразу? Так, наяққа қояды кен енді. Бізге, короче, айтып тұрмын ғой анау. Пицца симулятор мынау таза. Біз чисто пицца үшін келдік мына ойынға. Үйреніп алғансың ғой уже пиццаны қалай дайындау керек екенін. Пицца магазин ашамын ғой деймін бұйырса. Пицца қалай жасау керек екенін үйреніп отырмын. Я. Дайындап отырмын. Тиіспеш маған. Тиіспеш, настроением жоқ итак. Жұмыстан шаршап отырмын. Так, колбаса қосып жіберейік. Все, дайын ба? Кеттік яқала. Мынаны саламыз ал. Орнына қоямыз. Мынаны былай. Аламыз. Қоямыз, ашамыз, саламыз. И жабамыз. Болды. Четко. Болды, дайын, Джордж. Үшеуін дайындап тастадым. Бітті. Берді қайтер. Джордж кетіп қапты ғой. Қақ етіп қалдым, Джордж. Занда отыр ғой. Алло? Что там? Ашықсыздар ма дейді, я? В общем, қазір біреу келеді ғой деймін. Ашықсыздар ма деп біреу звондады ғой. Open деп. Open деген сөздерді білесің ғой әйтеуір. Так, мусор төгу керек екен бізге. Қазір мусор төгетін кезде алдымыздан бір бәле шықпаса болды. Короче, мусор бізде зданияның артында. Оппа, біреу тұр ғой мына жақта. Светофор жоқ па? Не үшін тоқтап тұрсың мына жақта? Что там мына жақта не бар екен? Ебать, на. Мусор тастаған өзі қорқынышты ма дедім ғой. Бля, ойландаршы, қазір біреу мені атып кетті и ойын бітсе. Типа сондай ойын болса, я тупойский. Что там? Болды ма, бітті ма? 12:00. Эх, үйден шығайыншы сразу. Қайтадан пиццадан шығуға дым желание жоқ. Бля, қайтадан үйге қайтамын ба енді. Зайсан. Уш! Бро! Что там? Evertime? Бітті, жабылды уже. Жабылды. Түсінбейтінім жаман ше. Түсінгенімде жақсы болшы еді негізі. Бір жаман түсінбейтім да просто. Короче, өзіміздің мини-городокқа келдік. Ош, еба. Не болды енді? Я сломал игру. Нихуя себе. Дом, милый дом. Бәлә, соғып жүргенсің ғой машинаны. Нормально қойыппын ғой. Нормально қойыппын, оказывается, мен не то қойдым ба деп ойлап қалсам. Так, кім бар үйде? Үлгі. Кім бар үйде? Кім бар деймін үйде? Қаяқтасың? Шық тез. Кім бар үйде? Кім бар үйде? Шық тез. Мен сен иісіңді сезіп тұрмын. Мысық? Үйге ешкім келген жоқ па? Походу бізге мысыққа тамақ салып бер деп атқан сияқты соған қарағанда складтан ше. Жоқ. Тамақ ішейін деп отыр ба или что? Мәш, пицца жегісі келіп тұрғаны. Кешегі пиццаны жейін деп тұрғаны примерно, да? Так, бұны қаққа саламыз. Микроволновка бар ма? Микроволновка, міне. Все. Так. You shall take this out дейді. Опа. Мусорды шығар дейді ғой. Так, мусорка қақта екен, далада ғой бізде примерно, да? Бірақ мусорка көрген жоқ мен үй жақтан. Қақта болу мүмкін мусорка, а? Мынау емес па случайно? Осы ғой деймін, походу,
біреу келді ғой. Мына бағанағы ғой. Бля, анау қазір мен үйіме келеді, примерно ше, мен пицца жеп отқан кезде. Походу сондай бір бәле болады қазір. Так, полиция дейді. Ер басыңмен қорқпайды шығасың. Уже полицияға заявить етіп үлгеріп отырып, прикинь. Қазір полиция келеді екен, оказывается. Тұрғаны. Пока что мен пиццамды жейін десем, микроволновка істемей тұр ғой. Сағат 12-ден 37 кетті. Ал, көрейік ал. Ей? Чо там? Не болды? Біреу келді ме үйге? Бля, мынада қарным ашып тұр деп, қазір тамақ берем. Үйге біреу келіп тұр ғой да, получается. Мә. There was market not too far from my house. Не деп отырсыз, ағай? Бля, магазинге барып кел дей ма, или чо? Маған магазинге барып келіп отқан сияқты, походу. Екінші миска болмай ма? Болмайды да ол. Бля, магазинге бару керек, кеттік. Кім бар? Натури магазинге бар дей ма бізге? Йо-май, түн ішінде не магазин? Магазин ғой шынымен де. Мысықтың корымын алып келеміз ба енді ол жақтан? Мысықтан адай бір пиццаны жей салу жоқ. Обязательно корм жеу керек па? Так, бізге качачи керек қой міне. Мысықтың тамағы керек маған. Так, болды ма? Кеттік па? Ох, қодар. Мал. Есеп тұр мына бе? Бірге су. Мені андып жүр ғыны. Қақтасы не? Бля, осыдан зәрем кетсін шпарғы. Көтінді айрам мен сені. Мысық. It's just a damn cat дейді. Қазір примерно менің жағына тұрады анау. Примерно чувствую ше. Мысыққа тамақ берейін деп отқан кезде үйде либо мысық жоқ болады. Міне. Үйдің есігі қайтадан ашық тұр. Сука. Кім бар үйде? Шық тез. Кім бар дейм үйде? Свет жағайық. Кім бар дейм үйде? Шық. Шық әкен аузы. Мысық? Кетті? Yok, дегідік. Музыканың дауысы қатты шығып отыр. Мурка. Айналайын, Мурка қақтасын. Оппа, біреу келді ғой. Нау кім тағы да? Бағанағы маньяк қой да. Мен сенің көтінді айрам бар ғой. Маған келіп тұрсын ба? Қазір. Сен ба менің мысығымды ұрлап көткен? Қазір көтінді айрам мен сенің. Так, everything дейді. You call something a cat дейді. Сен мысығымды жоғалтып алдың ба деп жатыр. Мен мысығымды жоғалтып алдым. Чотам, тауып алдың ба не? Чота сенің қолында мысық жоқ қой, ешқандай. Так. Open the doors, keep the doors closed дейді. Так, есікті ашпаймын. Есікті аш дейді маған. Прикинь, есікті аш деп қояды маған. Не үшін ашуым керек мен саған есікті? Нихуя, ашпаймын есікті саған. Не істейсің ал, есікті ашпасам не істейсің ал? Не істейсің ал? Кет деп отырмын маған, лифт деп отырмын. Так, полицейский қалзымда дейді. Полицейский. Ох, ё-майо, полицейский трубканы қоя салып прикинь. Not now дейді. Что там қақат тұрсың сен? Қақ етіп баратсың? Ох, бля. Қақ етіп батырын ой? Яқта есік жоқ па случайно? Яқтан кетпесінші.
Ой, ишак неме. Прикинь. Свет сөндіріп тастады. Енді чё? Бля, бір есік жоқ па? Тайный үйде случайно? Кіріп кетіп жүрмей ма? Есік вроде жабық тұр да. Болмаса тығылып қалайық та бір жерге. Ондай жоқ па еді? Да, нуна. Терезені сындырып кетті ма не? А? Ишак. Төсекті сылай. Мені іздеп жүр ана үйдің ішінде. Уже кіріп кеткен үйдің ішіне. Так. Не істейді екен? Опа, келді ғой мінекей. Чо там? Таппай жатсың ба? Таппайсың ғой сен мен. По-любому таппайсың. Ебать, мен қалай сиіп өткем кішкентай ақ төсектің астына. Кетіп қалды ғой. Оу, мен яқтамын, оу! Бері кел. Оу! To get up дейді. Ебана, шығамыз ба не? Не істейміз? Қаш! Қаш! Шиші құладым ғой. Бәлі, ұстап алдым ма не? Братан, кешірші. Ох, бля, полиция келді ғой. Қайқа қаштың, чо там? Достарым келді, прикинь. Достарым келді, полиция емес, достарым келді. Ема, достарым құтқарып алды, базар жоқ. Ну, хорошая концовка. Хорошо, что мы не сдохли, деп қоясың, короче. Мен ойладым, что мен ұстап алама деп, бірақ енді жақсы болды. Достарымыз кәдімгідей қиын жағдайда мінекей құтқарып қалды. Бізде ойын бітті. Жақсы ойын болды жалпы. Прикольно. Кішкене қорқыныштылау болды. Жалпы қалай сіздерге бұндай инди хоррорлар ұнай ма? Міндетті түрде комментарий жазып кетіңдер. И лайктарыңды басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Рамазан. Келесі осындай хоррорларда көріскенше. Давайте.